Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осы 34-ші тақырыпқа да келіп жеттік. Бұл жерде сапқа тұру, жарысқа байланысты есептер. Негізі былай қарасаңыздар жеңіл тақырып, иә. Олай болса бастап көрейік. Сабақтан кейін 3-ші сыныптың оқушылары мұражайға барды дейді. Мұражай кіре берісінде мұғалім оқушыларды 3 қатармен сапқа тұрғызды. Бір қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Енді Ералы, Ибрагим, Әли үшеуі әр сапқа әр қатарға тұрды дейді. Мында Ералы, Ибрагим, Әли үшеуі үш түрлі қатарда тұр дейді. Енді үшеуі де әр сапқа тұрды да өздері алдынан санағанда жетінші, мысалы алды болсын. Алдынан санасам, мен жетіншімін. Жетінші. Значит, оған дейін әлі 6-дан бар деген сөз. Мен мысалы жетінші болып тұрсам, маған дейін 6-дан бар деген сөз. Артынан санағанда 5-ші. Артынан санасақ, бетіп мен 5-ші. Значит, менен кейін әлі 4 адам бар деген сөз. Сонда бір қатарда 4-ке 6-ны қосамыз 10, өзіммен бірге 11. Ну, то есть бір қатарда 11 адам бар екен. Сондай 3 қатар бар болса, жалпы 33 адам болады деген сөз. Ну, 11-ді 3-ке көтей саламыз. Сахна олимпиада жүлдегерлерін сапқа тұрғызды дейді сахнаға. Мектеп директоры оларды құттықтады. Ең үздігі Асан дейді. Жүлдегерлердің ішінде ең үздігі Асан, оң жақтан санағанда 5-ші. Асанымыз бар ғой, оң жақтан санасақ 5-ші болып тұр. Демек, оған дейін әлі 4 адам бар. Бірге айтып қоямыз. Ал математика пәні мұғалімі сол жақтан бастап санаған екен оны. Сол жақтан бастап санағанда ол 9-шы. Значит, оған дейін әлі 8 адам бар. 8-ге 4 қосамыз 12, Асанмен бірге 13 деген сөз ғой жалпы. Так, енді 18 оқушы 2-ден сапқа тұрып жолда келе жатыр. Жұптар 1-ден 9-ға дейін нөмірленген. Ну, 2-ден келе жатыр ғой бізде сапта. 1-1-ден, то есть 2-ден осылай пара болып келе жатыр. Иә? Енді 1-ден 9-ға шейін нөмірленген дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Осылай болып келе жатыр. Жұп нөмірлі қатарда бір ұл, бір қыз дейді. Мысалы, мына жұп нөмір деген ол екінші нөмірдегі қатар бар ғой, содан біреу ұл, біреу қыз. Ұлдарды крестикпен белгілеп қояйық. Ну, ұлдар бүйтіп белгілене берсін, ну, қыздарды крестикпен болсын. Мына X-тен ол қыз. Значит, мына 4-шіде қыз болады, 6-шыда қыз болады, 8-шіде қыз болады. Ал тақ нөмірлі қатарда 2 ұл. 2 ұл сразу кетіп жатыр. И сонда неше ұл келе жатыр дейді. Қараңыздар, бірінші тақтарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тақ бар, әрқайсында 2 ұлдан бар. Еще мына жұптарда бір ұлдан бар ғой. 1, 2, 3, және де 4. Және 4 ұл ол жұп қатарда кетіп жатыр. Сонда 14 болады. Жалпы 14 бала кетіп жатыр деген сөз. Әсем пойыздың басын есептегенде 7-ші вагонға, әсем деп қояйық. Басын есептесек 7-ші вагонда отыр ол. Демек, оған дейін әлі 6 вагон бар. Соңынан есептегенде де 7-ші вагонна дейді. Қыздар бір вагонда болды. Мұнда Мадина деген қыз бар екен. Ол соңынан есептесе тоже 7-ші вагонда отыр. Значит, оған дейін 6 вагон бар. И екеуі бір вагонда отыр дейді. 6-ға 6-ны қосамыз 12, олардың вагондары 13. Жалпы 13 вагон бар деген сөз. Пойыздың айдын отырған вагонның алдына неше вагон бар болса, артында сонша вагон бар дейді. Қараңыздар, мынау айдын. Алдында бір X вагон бар болсын, онда артында дәл сондай вагон. Тоже X вагон бар. И жалпы 17 вагон бар екен. Қараңыздар, X-ға қосамын айдынның бір вагоны, и ана жақтағы X-ті сонда 17 тең болады. 2X-тен 16-ға, X-тен болады 8-ге. Айдынның алдында 8 вагон бар, айдын демек 9-шы вагонда отыр. 9-шы вагонда отыр. Пойыз айдын отырған вагонның алдында неше вагон бар болса, артында да сонша. Қараңыздар, айдын. Алдында X бар болса, артында да X бар болады. И жалпы 19 вагон ма екен. Бәрін қоссақ 19. 2X-тен болады 18-ге, X-тен болады 9-ға. Айдынның алдында 9 вагон бар, демек айдын 10-шы вагонда отыр деген сөзді білдіреді. Болат командасындағы тізім бойынша алдынан 25-ші. Болат деген алдынан 25-ші дейді. Значит, оған дейін әлі 24 адам бар деген сөз. Артынан да 25-ші. Оған дейін әлі 24 адам бар деген сөз. Қанша адам бар? 24-ке 24 қоссам 48, Болатпен бірге 49. Жалпы 49 адам бар деген сөзді білдіреді екен достар. Енді оқушылар әрбір қатарға 4 оқушыдан сапқа тұрды.
Сәкеннің алдында 3 қатар, артында 3 қатар бар. Хорошо. Сәкеннің қатары бар болсын. Сәкеннің алдында әлі 3 қатар бар, артында 3 қатар бар. Сонда 3, 6, Сәкенмен бірге 7 қатар бар. Ал бір қатарда 4 оқушыдан ғой. Сонда жалпы 28 оқушы бар. Бір қатарда Айгүлдің артында барлығы 36 адам тұр. Раушан Айгүлдің артында 23 адамнан кейін тұр дейді. Егер Раушанның алдындағы барлығы 51 адам болса, қатардағы адамдар саны қанша? Қараңыздар, мынау бізде Айгүл деген адам бар болсын. Айгүлдің артында 36 адам бар. Сол Айгүлдің артында 23 адамнан кейін дейді. 36 болып тұрса, 23 адамнан кейін 24-ші болып, мында 23 адамды өткізіп жібереміз. 24-ші болып Раушан деген әйел тұр екен. Енді қараңыздар, Раушанның алдында барлығы 51 адам бар. Окей. 23-тен болса 24-ші болып тұр Раушан мында. 36-дан 24-ті азайттасақ, бізде 12 адам кейін тағы қалады деген сөз. Раушаннан кейін әрі 12 адам бар. Қараңыздар, Раушаннан кейін 12 адам бар. Раушанның алдында 51 адам бар. 12-ге 51-ді қосам, и Раушанның өзін қосам. Сонда жалпы адамдар саны шығады. Сонда 51-ге 1-ді қоссам 52, 52-ге 10-ды қоссам 62, 64. Барлығы 64 адам бар екен мында. То есть Раушаннан кейін 12 адамды Раушанның алдындағы 51 адамға қосып жібердім. Жүгіруге барлығы 36 спортшы қатысты дейді. Арманнан озып келгендер, қараңыздар, арман мынау финиш болсын, мынау старт болсын. Арманнан озып келгендер саны дейді, кеш келгендер санынан 4 есе аз дейді. Значит, кешігіп келгендер 4 есе көп деген сөз былай. Өйткені озып келгендер фиништағы бар ғой. Арман нешінші орынды иеленді. Осы адамдардың барлығын қосатын болсақ, бізде 36-ны беру керек қой. Арманның өзі алдындағылары тең болады 36-ға. Сонда 5x тең болады 35-ке, x тең болады 7-ге. Значит, 7 адам озып келген Арманнан. Арман демек 8-ші адам деген сөз. Арман 8-ші орын иеленген. Қашықтыққа жүгіру барысында 11 бала қатысты. Талғаттың алдында дейді, мына финиш болсын. Талғаттың алдындағылардың саны мәреге жеткендер санынан, Талғаттан кейін жеткендер санынан 4 есе кем. Значит, Талғаттан кейін келгендер 4 есе үлкен деп түсінсек болады. Өйткені Талғаттың алдындағылар 4 есе кем деген. Талғат мәреге нешінші болып келді? Дәл алдыңғы есеп сияқты, 4x-қа x қосам 5x, и Талғаттың өзі бар. Сонда 11-ді береді. Сонда 5x тең болады 10-ға, x тең болады 2-ге. Демек, Талғаттың алдында 2 адам бар. Талғат демек 3-ші деген сөзді білдіреді. 3-ші е жауабы. Арман мен Дәрмен марафон жарысына қатысты дейді. Жарыс біткен соң, Арманнан озғандар саны, Дәрменнен озғандар санынан 2 есе көп. Значит, Арман артта қалды деген сөз. Дәрмен алдыда. Финиш болсын. Дәрменнен озғандар x болса, Арманнан озғандары жалпы 2x болып кетеді. Өйткені Арманнан 2 есе көп озған деп айтылған мында. Ал Дәрменнен қалып қойған спортшылар саны дейді. Дәрменнің артқы жағындағы спортшылар саны Арманнан озған спортшылар санынан 1,5 есе көп. 2x-ті 1,5 өтсек 3x деген сөз. Ал енді не деген? Арман мәре сызығын 21-ші. Арман 21-ші, демек Арманның алдында әлі 20 адам бар деген сөз. Арманның алдындағылар олар 2x қой мынау. 2x-ті мен 20-ға теңестіремін. X тең болады 10-ға. Значит, Дәрменнің алдында 10 адам бар. Дәрменнің артында 30 адам бар. И Дәрменнің өзі сонда 41 болады. Жалпы 41 адам екен. Все, бір жауабы шықты. Қанат жүгіру жарысына қатысты. Бір мезетте ол алдында, значит, мына жақта финиш, мына жақта қанат болсын. Алдында қатысушылардың 3-тен 1 дейді. X ол барлығы болсын, барлығы. Солардың 3-тен 1 алдыда жүр дейді. 3-тен 1 X. Артында барлығының жартысы дейді. X бөлінген 2. Айналасында ешкім жоқ. Өзі кетіп жатыр. Жарыстағы барлық оқушылар, қараңыздар. Қанаттың артында x бөлі 2 бар. Қанаттың өзі бар. Қанаттың алдындағылары бар. X бөлі 3 деген. Сонда барлығын береді екен. Ортақ бөлімі 6 болады. 3-ті беремін. 6-ны беремін. 2-ні иманаған 6-ны беремін. Сонда 3x қосылған 6 қосу 2x тең болады 6x-қа. Сонда x тең болады 6-ға. Все, менде жалпы 6 адам қатысады екен. Енді 14. 23 адам қатысқан жарысқа дейді. Әлиядан кейін 18, Назеркеден кейін 9 адам.
Әлия мен Назеркенің арасында неше адам? Қараңыздар, мында Әлия болсын, мында Назерке болсын, иә? Әлиядан кейін 18, Назеркеге дейін 9 дейді. Әлиядан кейін 18 болса, значит, артынан санасам, иә? Артынан санасам. А нет, 23-тен 18 азайта салсам болады екен ғой. Қараңыздар, жалпы 23 адам бар, Әлиядан кейін 18 адам бар. Онда Әлия қазір бізде болады 5-ші. Значит, Әлия 5-ші екен. Финишті мына жаққа қоя салам. Әлия 5-ші екен. Окей, оның алдында әлі 4 адам бар. Әлия 5-ші. Енді Назерке не дейді? Назеркеге дейін 9 адам бар. Демек, Назерке 10-ші. 5 пен 10-ның арасында қандай сандар бар? 6, 7, 8, 9. Арасында 4 сан бар. Демек, арасында 4 адам бар деген сөзді білдіреді деген сөз. Достар, осымен есептеріміз аяқталған екен. Сіздермен болған мен Князев Ақжол. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Кеттік келесі сабаққа.